Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте тез әрі оңай дайындалатын салат жасаймыз. Ең алдымен қиярларымызды жуып, оның артық жерлерін кесіп тастап, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Ал енді осы туралған қиярларымызды салатымызды жасайтын ыдысқа саламыз. Және де келесі бөлімге көшеміз. Ол сәбіз. Сәбізді жақсылап жуып тазалап алып, осындай үккіштен өткіземіз. Енді оны осы қиярлардың үстіне саламыз. Келесі біз болгар бұрышын аламыз, оны да жақсылап жуып, ішіндегі дәндерін алып тастап, осылай ұзынша етіп тураймыз. Достар, менің арнама жазылғандарыңызға көп рахмет айтамын. Және де менің арнама 1000 подписчик жиналуына сәл қалды. Сіздерден өтініш, егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазып, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Болгар бұрышымызды да сәбіз бен қиярдың үстіне саламыз. Ал енді 4-5 қызанақ алып, оларды видеода көрсеткендей ұзынша етіп турап аласыздар. Менде мұнда қызанақтың іші қатты сулы емес. Егер де сіздерде ішіндегі соғы көп болса, оны алып тастап, тек қана сыртын турасаңыздар болады. Қызанақты да осы көкөністердің үстіне саламыз. Және де келесі бөлім ол көк шөптерді тураймыз. Кез келген өздеріңіз ұнататын көк шөптер турасаңыздар болады. Менің алғаным көк жуа және де укроп. Соны осылай ұсақтап етіп турап алдым. Ал енді оларды да осы салатымыздың үстіне салып, кейін біз үстіне 2-3 сарымсақты қосамыз. Сарымсақты егер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, бірақ сарымсақ өте әдемі дәм береді. Келесі бөлім ол үстіне дәмдеуіштер қосу. Мен үстіне тұз, бұрыш және де қызыл бұрышты қостым. Және де үстіне табада қыздырып алған сұйық май қостым. Және де 1 қасықтай соевый соус қостым. Және де әдемілік үшін кунжутты септім. Оны сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Бірақ ол салатқа бір әдемілік беретін. Ал енді салатымызды жақсылап тұрып, осылай қасықпен араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Енді осыны өте әдемі бір ыдысқа саламыз. Және де бұл салат сіздің дастарханыңызды өте көркейте түседі. Баршаларыңызға рахмет. Салат көріп тұрғандарыңызға өте жеңіл әрі оңай дайындалады. Ешқандай көкөністі пісірудің де қажеті болмады. Міндетті түрде істеп, өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.